Ал балалар, бүгін біздер 5 табан ойыны ойнаймыз. 5 табан ойынның шарты сіздер 2 топқа бөліндіңіздер. Міне, ортада асықтар тізулі тұр. Сіздерде 2 сақа асықтан берілген, яғни 2 мүмкіндік бар. Сақа асық пен ортадағы асықтарды көздеп атаңыз. Асықтар шеңберден шыққан жағдайда ғана оны алдарыңызға жинайсыздар. Ойын соңында қай топта асық саны көп болады, сол топ жеңімпаз атанады. Ойын түсінікті ме? Түсінікті, Нұрислам, бастаймыз.